Енді бүгінгі тақырыбымыз әйелдер қауіпсіздігі, қыз алып қашу мен сталкингтен сақтану. Енді жаңа өздеріңізге айтылып кетті, сталкинг бойынша маған видеоны қосып берсеңіздер ең әуелі. Осы видеоға назар салып өтейік. Бұл қамқорлық емес, бұл сталкинг. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 115 бап. Сталкинг. Өзіңді қорға. Көмекке жүгін. Сен жалғыз емессің. Көп жағдайда жаңа өздеріңіз көріп отырғандай, сталкингтің бұл негізгі белгілері қорқыту, бопсалау. Мысалы, қазіргі кездің өзінде шындығын, енді бүгін бір ашық әңгіме болсын, сіздер үшін пайдалы дүниеге келдік қой, ынталарыңыз болса, сабақтан кейін шаршап отырсыздар дегенменде кішкене белсенділік танытайық, барлығы сіздер үшін жасалып жатқан дүние болғандықтан. Мысалы, өздеріңіздің араларыңызда қыз бен жігіт арасындағы достық қарым-қатынас бар. Көп мен мысалы қазіргі таңда практикалық психологпын деп айтып жатырмын ғой. Көбіне мен жұптық терапия жүргіземін. Өзім оқытушы болғаннан кейін академиядағы қыз жігіттермен, жас студенттермен осы тақырыпта ашық әңгімелер өрбітіледі. Сонда менің көп зерттеу жұмысына да аламыз. Көп байқайтын дүние бұл біздің жаңағы қызғаныш, жеке мүлік ретінде қарау қыз балаға, ер бала тарапынан, қыз баланың да тарапынан ер балаға солай. Содан кейін не істейміз? Жаңағы қызғанамыз. Басқа қызбен сөйлесіп қойса, басқа жігітпен сөйлесіп қойса, одан кейін оған жаңағы жауап бермей қою телефонға, телефон өшіп қалғанға дейін звондау, немесе жаңа қорқыту, Міне осы сталкингтің бастамасы емес пе, сіздер қалай ойлайсыздар? Осы мінез құлық сіздердің бойларыңызда не істейді? Қалыптаса бастайды. Одан кейін осы ерлі зайыпты өмірге кіргеннен кейін, яғни бірнеше жылда достық қарым-қатынастан кейін неке құруға ниеттенесіздер. Немесе асығыстық некеге отыратын жастар бар бізде. Яғни мен айтқым келеді, қазіргі таңда некені саналы, сау қарым-қатынас негізінде құрып үйренуге сіздер қазірден бастап дағдылану керексіздер. Бүгінгі айтылып өткен қаншама жағдайлар қандай себептен туындайды? Яғни адам баласы өзінің эмоционалды интеллектін басқара алмау. Эмоционалды интеллектті түсінесіздер, яғни ашу ызаны басқара алмау. Мысалға, мен көп жағдайда студенттеріме практикалық бөлімде үйретем. Мен қазір ашуланып тұрмын. Сенімен сөйлесе алмаймын. Біз ертең сөйлесейік. Сен ашуыңды басып кел, содан соң сөйлесеміз. Осылай жасайтын бар ма студенттер? Қолдарыңызды көтеріңіздерші, мысалы өздеріңіздің қарым-қатынас барысында. Ол не только достық қарым-қатынаста, күнделікті өмірде. Екі құрбы бір-біріңізбен ренжіскенде, екі дос. Қазақта ер шекіспей, бекіспейді дейді. Бұрынғы біздің аға буындарымызды қарасаңыздар, үлкен тұлға ретінде сөйлеседі. Ал қазіргі жастарымызды сіздер өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой. Сіздер университетте болғанмен, енді оқушыларды да көріп жатамыз, төбелесе кетесіздер бірден. Неге соны ұстамасқа ашуды? Оны ұстап қазірден бастап үйренген адам, ол келешекте кемел адам болады. Ал қазірден бастап ашу ызаңызды басқара алмасаңыз, екінші адаммен дұрыс қарым-қатынас жасау бөлек, контакт орнату. Ол контакт деген ұғымды түсінесіздер ме? Бүгін бізде бір ықшамды аудитория бола ма деймін, сәл ыңғайсыз болып тұр. Енді алдағы уақытта біз сіздермен тағы кездескенде ол жағдайларды үлкен мағынада талдауға болады. Қарым-қатынас бір-бірімізбен сөйлесе білу ол бөлек. Ал контакт құра білу, бір-біріміздің ішкі дүниемізді ести білу, үнімізді, қалауымызды тыңдай білу. Оның өзіне қазірден бастап үлкен дайындық керек. Мен сені естіп тұрмын бөлек, мысалы маған бір дүние керек дегенде.
Ал шынымен ести білу, оны орындауға сіздің ниетіңіз бар ма, жағдайыңыз, дайындығыңыз бар ма, оны дұрыс түсіндіре білу екінші адамға. Міне бұл ести білу, тыңдау емес. Міне осындай дүниелерден келіп, бізде осы сталкинг жағдайына ұшыраймыз. Енді сіздерге кішкене кіріспе болсын деп айтып кетіп жатырмын. Жалпы сіздердің өмірлеріңізде сталкингке ұшыраған болды ма? Сондай ортада көрдіңіздер ме, жақындарыңыз куәгер болған жоқсыздар? Ал болып қалған жағдайда сіздер не істер едіңіздер? Жаңа қаншама дүниелер айтып жатыр, я заңдық тұрғыда сіздерге жүргізіліп жатыр ақпараттар. Ал психологиялық тұрғыда қандай қолдаулар? Мысалы, сіздер жан-жақтарыңыздан көріп жүрсіздер. Бүгінгі күннен алған әсермен айтуға бола ма құрбы достарыңызға? Бұл сталкингтің бастамасы екен, досым. Өзіңе сенімді, өзіңе жақын адаммен, сене алатын адаммен бөлісіп отсаң, әрқашанда бір қауіпті жағдай болса, ол білетін болады қандай жағдайда отқаныңды. Сен дейтін, мысалы, өзің дейтін, өзге көмекке шығына алмасаң, мысалы, полицияға айта алмайды жағдай болып қалатын болса, қорқыныштан, сенің мысалы дейтін құрбың немесе досың, сен қандай жағдайда болып жатқаныңды біледі де, бір қиын жағдайда дейтін полицияға шығынып, немесе өзіңе жақын ата-анаңа бөлісе алады. Өте жақсы айтып жатсыз. Есіміңіз кім? Мақсат. Мақсат өте орынды дүниені айтып жатыр. Мысалға мен тағы бір баса назар аударғым келетін дүние, қараңыздар, адамның санасында белгілі ұғымдар бар, норма. Мысалы, біз баланы, бәріміздің кішкентай бала есейдік қой. Үйде мысалы бітті бөпелер бар, білесіздер, бауырларыңыздан. Біз қайтеміз, дұрыс нәрсені үйретеміз ғой. Мысалы, бала шектен жыласа, мысалы, бала манипуляция жасаса, оған үйретеміз, олай болмайды деп. Өйткені сіздер оны білесіздер. А бала білмейді. Яғни біз балаға дұрыс норма түсінікті қалыптастырамыз. Енді осы жерде айта кететін дүние, қараңыздар, отбасында дұрыс тәрбие алмаған жағдайда баланың түсінігінде қандай қалыптасады? Бұл норма деген. Отбасында әкесі әйелін ұрса, әйелі шектен тыс шапылдап ұрыс шығарып жатса, көптеген құндылықтар тапталса, жаңа айтып отырған, екі ерлі зайыптың арасындағы өсіп келе жатқан бала оны көреді. Содан соң баланың танымында не болады? Бізде мына психологияда сана және бейсана деген ұғым бар. Өздеріңіз қазіргі кезде сіздер өте сауатты ұрпақ өсіп келе жатырсыздар негізі. Бірақ соны қолдана білуге ғана біз сіздерді машықтау керекпіз. Ал енді осы бейсанада не қалыптасты? Әкем анамды ұрды, ол норма. Тек бейсанада. Содан кейін есейгенде не болады? Әйеліңіз айғайлап жатса, сіздің әкеңіз ұрғанын көрсеңіз, сізде оны бейсаналы тұрғыда ұрасыз. Өйткені ол сізде норма. Түсінікті ма осы жер? Ал оны қазірден бастап қолға алып жұмыс жасау керек. Мысалы, араларыңызда ондай студенттер болса, сіздерде психологиялық қолдау орталықтары бар, психологтарыңыз бар. Мысалы, менің телефон номерімді алып, осы Қарағанды қаласы бойынша. Қазір әлеуметтік желілерде сіздер тіптен өз атыңыздан емес те, тосын бөгде атпен кіріп те, өз сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар, Мысалы, өздеріңізді толғандырған мәселелер болатын болса, бүгінгі кештен әсер алсаңыздар, яғни бейсаналарыңызда әлі дұрыс өңделмеген, проработка жасалмаған деп айтамыз ғой. Сұрақтар болса, ол сұрақтарды қазірден бастап шешіп алғандарыңыз жөн деп айтқым келеді. Себебі, міне, біздің осы айтып жатқан сталкинг, осы жаңағы қыз алып қашу, өйткені ер адамда қорқыныш пайда болады, мен бұл қызды қазір алып кетпесем, айырылып қалам деген. Ал ол шындығында өзінің бойындағы құндылықты бағалай алмай тұр ер адам. Өзіне деген сенімсіздік бар. Ал осы өзіне деген сенімсіздікті жұмыс істеп дұрыс қалыптастырып бағалайтын болса, онда әрі қарай қарым-қатынасты түзетуге болады. Енді әрі қарай айтатын болсақ, жалпы біз осы сталкингтен қалай қорғаныс жасай аламыз, қалай қорғана аламыз. Біз енді айтып жатырмын, мен жаңа айтып кеттім ғой, презентация ауыспай тұр. Енді қараңыздар, мысалы, біз жаңа айтып жатқан дүниенің барлығы, яғни тағы баса назар аударғым келеді. Осы Зигмунд Фрейд, Австралия психологы, өзі баса назар аударған. Яғни баланың балалық шағындағы өмірі өскенде драматизацияланады.
Жаңа мен айтып кеткен дүниелерде өте мән жатыр. Сондықтан ересек адам позициясынан өздеріңіз мән беріп қорытып жүрулеріңізді сұраймын. Мысалы, Берн тұжырымдамасы бар, адамның 3 күйі бар, я? Бала, ересек, ата-ана. Ол рөлдер адамда ауысып отырады. Яғни сіз сондай ситуация жағдайында ересек позициядан өтіп, шешім қабылдануға үйрену керексіздер. Енді жалпы осы психологиялық қорғаныс және қорытынды қағидалар, яғни сталкинг барысында сіздерде қандай, мысалы, жайсыздық туғызған жағдайда, немесе бұл әрекетке келісесіз бе, келіспейсіз бе, және қандай дәлелдерді сақтау, қолдану қажет. Осы бойынша презентацияны өздеріңізге түсіріп алсаңыздар болады, талдап қарауға. Енді жалпы осы сталкинг бойынша біз сіздермен кішкене кері байланыс жүргізу үшін мынандай сөз алмастыру ойынын жүргізіп көрейік. Мысалға, қазірге осы ойды айтқанда әрі қарай алмастырып өз ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Яғни, егер біреу мені әлеуметтік желіде менің суретімді орынсыз пікір жазатын болса, онда сіздер не істейсіздер? Ескерту жасаймын дейді. Тағы бірнеше жауаптар айтсаңыздар болады. Көбіне бізде Инстаграм парақшасында, арнамызға тиетін, ұлттық мүддемізге зиян келіп жатқанда жасап жататын дүниелер. Жақсы, тағы қандай ойларыңыз бар? Келесі, егер біреу менің жеке кеңістігімді бұзса, немесе жақындап қорқытып сөйлессе, мысалы, осы бет-бет келіп қорқытып жатады ғой бізде. Ей, көрсетем мен саған. Қалай істейсіздер ондай кезде? Бірден төбелесе кетесіздер ме? Сіздің жеке кеңістігіңіз, мысалы, әр адамның өз шекарасы бар, білесіздер. Бір, міне, қолымыз созылғанға дейінгі аралықта адам сізге жақындаса, ол сіздің жеке кеңістігіңіз бұзылды деген сөз. Және оған қоса ар-намысыңызды таптап, сізге әлімжеттік көрсеткен жағдайда, мысалы, сіздердің араларыңызда көп кездеседі ғой. Лестницадан түсіп келе жатқан кезде соқтығысып қаламыз, сыймаймыз мына қазақтың кең жеріне. Егер де көбінесе әйне сондайтын жамандық жасаса, сөзбен шешу дұрыс деп ойлаймын. Бірақ дейтін, енді қалай дегенмен сөзбен шешілмесе дейтін, өзіңді қорғай дейтін, өзің за себе постоять нужно деген. Автобустарда, мысалы, бір-біріңізді жұлқылап қаласыздар. Түспей жатып, мінбей жатып, мен көп көремін осы жағдайларды. Осының бәрі осы дүниелерден басталады екен. Бізде қазақта әдемі сөзіміз бар ғой, әдептілік деген, ізеттілік деген. Сол өзіміздің ұлттық құндылығымыздан ажырамасақ, біз ондай жағдайларға бармаймыз, Келесі, егер мені біреу үнемі қудалап, хабарлама жазып мазаласа, не істеуге болады? Мен бұл жағдайда ең бірінші өзімнің жақындарыма, ата-анама немесе өзімнің бауырларыма айтар едім, одан кейін жаңағы полиция қызметкерлеріне хабарлама айтып, ескерту жұмыстарын жүргізетін едім. Егер де оның өзінде нәтиже болмайтын болса, енді жаңағы Нұрайдың шаруасы сияқты болып қалмас үшін, енді заң жүзінде жұмыс атқару керек деп ойлаймын. Егер тереңдеп ушығып кетсе мәселе. Жақсы, тағы қосарларыңыз бар ма? Қалай шешесіз саналы тұрғыда? Яғни ойланып барып жауап беру керек. Жақсы. Келесі, егер біреу менің рұқсатымсыз менің жеке затымды немесе телефонымды қараса, жеке затыңызды алса, мысалы, аудиторияда кітабыңызды, дәптеріңізді, қаламыңызды, немесе телефоныңызды рұқсатсыз алып, ақтаратын болса, қарайтын болса, бөтен адам. Міне, қараңыздаршы, міне осы дүние, шынымен, мысалы, өзіңіздің ішкі дүниеңізге
дәл қазір үңіліп көріңіз. Сізде қаншалықты шыдам жетеді, сабыр, ақыл өзіңізді игеріп ұстап шешуге. Және келешекте осы мәселені әрі қарай ұлғайта беріңіз, иә? Сіз болашақ әкесіз, анасыз, ата-анасыз, қызметкерсіз, иә? Осындай болмашы дүниелерден басталады екен осы қарым-қатынас орната білу. Егер далада сізді көшеде, иә, жалғыз қудалап қалса, бөгде адам. Мысалы, қорқынышты. Қыз бала болса дейтін ойлаймын, что көпшілік жерге жақындауға тырысу керек. Ал ешкім жоқ болса, барынша дейтін көңіл аударуға, дыбыстауға, немесе дейтін ақыры дым жағдай болмай қалып жатса, ешқандай жан-жақта адам болмай жатса дейтін, телефонда экстренный вызов деген кнопка бар. Соның арқасында өзің соқпасаң да, телефон экстренный вызов лақтырады. Соның арқасында уже полицияға сіз дейтін жоқ болып кетсеңіз, мысалы, или дейтін без вести пропавший болсаңыз да, босқа да сіздің телефоныңыздан сигнал келіп, сіз қайда екеніңізді, соңғы рет қайда болғаныңызды біле алады. Өте жақсы, құнды ақпарат айтып жатырсыз, рахмет. Қыз балалар жауап беріп көрейікші, қорқынышты қалай жеңесіздер осындай жағдайларда? Бәлкім басқа біреу үшін ол құнды ақпарат болуы мүмкін. Өз ойларыңызды белсенді. Мен және де белсенді қатысып отқан студенттерге өзіме жеке консультация беруге жеңілдіктер беретін болам. Белсендірек қатысыңыздар. Егер сізді көшеде, далада біреу қудалайтын болса, жалғыз келе жатқанда, не істейсіздер? Қоңырау шалу. Ең бірінші ескеретін дүние, телефондарыңыз үнемі қуаттаулы жүру керек. Қазіргі кездегі ең маңызды дүние, көмек ала алатындай. Немесе жаңағы өздеріңіздің достарыңыз айтып кеткендей, көпшілік жерге қарай немесе средства самообороны алуға болады. Қазіргі кезде танымал средства самообороны, ысқырғыш сияқты, немесе перцовый баллончик сияқты қиын жағдай болып қалып жатса қолдануға болады. Жақсы, рахмет. Енді маңызды психологиялық қағида, бұл қорқыныш сезімі әлсіздік емес, яғни қорғаныс механизмі. Келісімсіз әрекет бұл махаббат емес, бақылау. Үндемеу психикалық жүктемені арттырады. Кез келген мұндай жағдайда, әсіресе қысым түскенде, сталкинг мәселесіне ұшырағанда, үндемей қалуға болмайды. Яғни сіз өзіңізге қорғаныш іздеу, ол сіздің әлсіздігіңіз емес, ол сіздің өзіңіздің жеке басыңызды құрметтеу, қорғау болып саналады.